Қайырлы кеш баршаңызға, Балқайның арнасына қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз профитроли эклері деп аталады, осындай жұмсақ профитроли жасайтын боламыз. Ол үшін бізге маргарин және бір стақан су керек болады. Ыдысымызды отқа қойып, үстіне суды құйып, шымшым тұз салып, 2 шымшым тұз салдым мен, және жарты маргаринімізді осы ысып тұрған суымызға салып, әбден ерітеміз. Ерітіп, қайнауға жақындаған кезде осылай ерітіп, ішінде маргарин әбден ерігенше былғаймыз. Қайнауға жақындаған кезде үстіне 1 стақан ұн саламыз. 1 стақан ұнды салып, осылай жылдам былғап тұрамыз. Бізде ұнымыз қатып кетпеуі керек, және ішінде ірітік болып қалмау керек, сондықтан тез былғап тұрып, осылай астындағы отын сөндіріп, өзінің ыстық күйінде осылай былғаймыз. Осылай былғап тұрып, әдемілеп, біздің тестіміз осындай жұп-жұмсақ майда болып шығады. Осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде каналға жазылып қойыңыздар. Енді 4 жұмыртқаны осылай жарып, біртіндеп жаңағы массамызға саламыз. Осылай біртіндеп салып, әбден араластырамыз. Араластырып тұрып, ірітігін жазамыз жемендеп. Осылай бірінен соң бірін жұмыртқаны салып, асықпай былғап тұрамыз. Және де венчиктің көмегімен ұрғылап, бұны бір келкі массаға айналдырамыз. Міне бізде венчиктің көмегімен былғап, осындай әдемі тесті шықты. Осы тестіні енді алып, қалташаға салып, профитроли жасайтын боламыз. Профитролиларымызды противенге пергамент қағазын салып, насадканың көмегімен әдемілеп, дөңгелек етіп, ұзынша етіп, әркім өз қалауынша жасауға болады. Мен осылай кішкене дөңгелекшелер істедім. Бұл қазір пешке қойған кезде 2 есе үлкейетін болады. Сондықтан араларын ашық етіп қоясыздар. Және де 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Енді бұл әркімнің пешінің қызуына байланысты. Міне осындай профитролилер араларын ашық етіп қоямыз. Профитролиларымыз піскенше біз енді кремін дайындауға кірісеміз. Мен қаймақ алдым, 200 грамм қаймақ, және осындай весовой сгущенканың 380 граммын салатын болам. Осындай салма ұнайды, әртүрлі салма жасауға болады. Сгущенкамен майды араластырып салуға болады. Творожный сырмен сливкиді де араластырып, әртүрлі өзіңіздің қалауыңыз бойынша неше түрлі салма жасауға болады. Міне осылай блендермен әдемілеп кремімізді дайындап аламыз. Бір келкі қылып, осылай блендермен жазып аламыз. Енді біздің кремдеріміз дайын. Профитролиларымыз да міне пісіп болды. Енді осыны алып, шетінен пышақпен кесіп, салмасын салатын боламыз. Маған пышақпен кескен ыңғайлы. Оның шетінен тесіп, қалташаға салып та салманы салуға болады насадканың көмегімен. Мінекей осындай үлкен әдемі болып шықты. Енді дайын болған профитролиіміздің бетіне қант ұнтағын себеміз. Біздің профитролиларымыз шай ішуге дайын. Егер қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің видеомды алғашқы болып көре аласыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.